Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге коржы осындай қытырлақ, үгітпелі болып тұратын, ал кремі ауызда еритін Наполеон тортын дайындаймыз. Рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сонымен тортымызды жасауға кірісейік. 420 грамм ұнды електен өткізіп аламыз. 200 грамм тоңазытқыштан шыққан сармайды салып, пышақтың немесе үткіштің көмегімен ұсақтап аламыз. Майды пышақпен кесіп болған соң, қолдың көмегімен онымен жақсылап араластырып шығамыз. Түйіршік май қалмауы керек. Ыдысты бір шетке ала тұрып, қамыр илеуге сұйықтық дайындаймыз. Стаканның көлемі міндетті түрде 200 мл болуы керек. 1 жұмыртқа, шымшым тұз, 1 ас қасық өсімдік майымен, 1 ас қасық 6 немесе 9% уксус саламыз. Барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Соңында сұйықтықтың массасы жалпы алғанда 200 мл болатындай етіп, суық су құямыз. Сұйықтықты аздап араластырып, жаңағы дайындап қойған құрғақ массамызға салып, біркелкі етіп қамыр илейміз. Қамырды көп илеудің қажеті жоқ. Тек осылай біріксе жеткілікті. Қамыр дайын болған соң қапшыққа салып, тоңазытқышқа шамамен 1 сағатқа салып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болғанша қайнатпалы крем жасаймыз. Крем жасағанда барынша асты жабысып қалмайтын ыдыс алыңыздар. Ыдысқа 200 грамм қант, 40 грамм ұн мен 50 грамм крахмал және 1 литр сүт құйып араластырамыз. Кремді міндетті түрде осындай венчикпен араластырыңыздар. Сонда арасында түйіршік ұн қалмайтын болады. Сұйықтықты отқа қойған соң міндетті түрде тоқтаусыз араластыру керек. Крем осылай қоюланып қайнап шыққан соң, оны плитадан алып, бетін осылай жауып, бөлме температурасына дейін суытамыз. Крем суығанша торттың корждарын пісіреміз. Үстелге аздап ұн сеуіп, тоңазытқыштағы қамырымызды алып, 4 бұрышты етіп 5 мм қалыңдықта жайып шығамыз. Жайылған қамырды видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Қамырды орап болған соң, үлкендеу тақтайға аздап ұн сеуіп, оралған қамырды теңдей 8 бөлікке бөліп, жаңағы тақтайдың үстіне салып шығамыз. Біздің қамырларымызда дайын болды. Енді бетін қапшықпен жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырды шетінен бір-бір данадан алып, жұқа етіп жайып, қызып тұрған духовкада әрқайсысын пісіріп аламыз. Қамырды жұқа етіп жайып болған соң, диаметрі 22-23 см болатын кез келген ыдысты алып, қамырды сонымен өлшеп, осылай шетін кесіп аламыз. Содан соң қамырды шаншқымен осылай тесеміз. Әрбір коржды духовкада 7-8 минуттай пісіріп аламыз. Корждың барлығын пісіріп болған соң, жаңағы дайындап қойған кремнің бетін ашып, оны кастрөлдан басқа бір табаққа салып аламыз. Содан соң миксермен жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Крем біркелкі болып араласқан соң, жарты шай қасық шамасында ванилин салып, тағы да аздап араластырамыз. Содан соң 200 грамм бөлме температурасында тұрған сармайды салып, толығымен біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз де дайын. Кремді міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ал енді тортты құрастыру ғана қалды.
Тортты осылай тегіс болып шығу үшін кольцоны қойып құрастырсаңыздар болады. Бірақ ол міндетті емес. Мен 7 коржды торттың арасына салдым, ал біреуін бетін безендіруге алып қойдым. Бір коржды осылай қолдың көмегімен жақсылап ұсақтап шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің коржымыз үгітпелі болып шыққан. Корждың шетінен қалған бөліктерінде салуды ұмытпаңыздар. Біздің тортымыз да дайын. Жалпы Наполеон тортын дайындап болған соң бірден жесеңіздер де болады. Сонда арасындағы коржы қытырлақ болып креммен керемет үйлеседі. Немесе тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қойып қойсаңыздар, кремі коржының арасына сіңіп, осындай ауызда еритін жұп-жұмсақ торт болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, лайк басып парақшаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.